Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен Орео тортын жасайтын боламыз. Ең алдымен қант пен жұмыртқаны жақсылап көпіргенше миксерлейміз. Содан соң ыдысымызға сұйық майды және сүтті құйып алып, тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң біздің құрғақ ингредиенттерімізді електен өткізіп, тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Консистенциясы осындай сұйық болып шығады. Енді крем дайындаймыз. Ең алдымен 20% қаймақты жақсылап миксерлеп аламыз. Енді оған қант ұнтағын қосамыз. Содан соң біздің кремімізге творожный сыр қосамыз. Содан соң Орео печеньесін алып, осылай бөлшектерге бөлеміз. Содан соң бөлшектелген Орео печеньесін дайын болған кремімізге қосамыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Содан соң тортымызды жинаймыз. Мен әдемі көріну үшін Орео тортын үстіне қойып қойдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Бүгінгі қолданған ингредиенттердің мөлшерін описанияға жазып қоямын. Торт осындай өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.